Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті ардагерлер кеңесі облыстық полиция ведомствосы басшылығының қолдауымен отбасы күні ішкі істер органдарының ардагерлері үшін елордамыз Астана қаласына экскурсиялық сапар ұйымдастырды. Очень красивый город. Посмотрите, пообщайтесь с астанинцами, посмотрите достопримечательности, музеи. Главное, не потеряйтесь там, чтобы все вернулись здоровыми и крепкими. Ішкі істер департаментінде, қалалық ішкі істер басқармасында, аудандық бөлімдерде, мамандандырылған күзет қызметі басқармасында, қылмыстық атқару жүйесінде, 66-та 37 әскери бөлімінде және әскери институтта еңбек еткен 30-ға жуық ардагер, медицина қызметкерінің және ішкі істер департаменті кадр жұмысы басқармасы қызметкерінің бірге еріп жүруімен Астана қаласына сапарға аттанды. Экскурсия барысында олар Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясын, бәйтеректі, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери тарихи мұражайын, Экспо 2017 кешенін, Хан Шатыр мен елордамыздың басқа да көрікті жерлерін тамашаламақ. Мынау Қазақстанымыздың тәуелсіздігі 25 жыл тәуелсіздігіне арнайы мынау зейнеткерлер 35 адамды сол Астанаға 2 күндік сапарымен бара жатыр. Сол мынау 35-25 жыл қызмет істеген зейнеткерлер ол Астанады көрген жоқ. Сол мынау Белялов біздің генерал сол кісілерді жинап, бүгін Құдай қаласа сол Астанаға жол жүрмекші 23 жылдық қарнап. Енді аман есен барып келсін, Астананы, бәйтеректі, Хан Шатырын, елдің жас қаланы Астананы көріп келсін деп бәріміз қолдап отырмыз. Көп рахмет. Облыстық ішкі істер департаменті ардагерлер кеңесіне қатысты мәселелер үнемі бақылауда. Тек соңғы 2 жылдың ішінде Солтүстік Қазақстан облысы күш құрылымдарының зейнеткерлері үшін ведомстволық шипажайға бірқатар сапарлар ұйымдастырылды. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы аясында ішкі істер департаменті ішкі істер органдары ардагерлерінің Астана қаласына сапар ұйымдастырылды. Сапарға аудандардан ішкі істер департамент және басқа да бөліністерден келген ардагерлеріміз аттанғалы отыр. Ішкі істер органының ардагерлері болса өз кезегінде қызметтегі полиция мамандарына әрдайым тәлімгерлік көмек көрсетіп тұруды қолға алған. Қатарға қосылған жас тәртіп сақшылары үшін ол өз тәжірибелерімен бөлісіп кеңестерін беруде.